Тоғайсың тағы да шаш тастадым да барып кетші бар әкеңе. Мен ашықты жинайын, кет бар. Бірше. Тағы мен ашып кетті. Сен қылада менен тыныш отыр. Просто не ашып қаласың, ішіп қоясың, дейсің. Осы қызы сүйгіп тұрмай-ақ шаш тастайсың өзі. Дүние жинай келген тапатың ішіне жүк қоясың өзі. Азап қалды. Орайын десек, әкесі жақтың. Ал, бұдан салайын. Әкелерді бірге орайын десек, қанша ойыншықтан мен бар, сондай ойнамай ма? Әкелердің ғой мұна. Растағы шаш қойсаң, шынымен орайын десем. Әшетер таза ма? Ойланам, қарамаппын да ғой мен. Әкесі сен не үшін отырсың да? Әкесі не үшін наш деп отырсың сен? Қарамайсың ба балдарға, соншама балдар? Неге мен қарам керек екен, сен ғой анасы? Әкесі болған соң қара сен футбол көріп отырсың. Соншама мен жұмыс істеп жатқанын көріп тұрсың ғой? Қош менің футболым басылып қыз. Гол! Әкесі жатыр, шындығы мен. Жинай тастайын. Тақны әнемі кәмітсін. Кеттім. Мама не істейін? Қызым сен істемей ақ қойшы, шашпасаң болды тек. Ау, жоқ. Давай, күш. Көрші, бүттеп бітті ма? Мәшті наусақтар не үшін тұр? Әкесі? Не алып жесін ман? Кесілміз. Кешіп сұрамай ақ қойшы. Басқаларда әлін дегенде жеп қойдың деп қояды ғой. Мен сыпырайын. Әкесі тұр! Тұрамыз, ей. Әйтеуір бір сөз айта береді екенсің да осы сөзде. Көтерін мен белім ауырады. Ой, менен басқа ешкім істемейді. Болды. Сұрағанымды қойып бердік. Не бол соншама су іше беріп, ішіне су толып қалатын болды ғой. Су ішкен пайдаладық. Балам, наны шашпай. Ой, қалай. Нан жинаңдар тез. Дұрыс, ойыншықтар жаққа қойсайын, не мынау? Білген жаққа қоя беріп. Тез қой. Әкесі не үшін қарап жүрсің сен? Мен өзім білем, қарайын ба, қарамайын ба. Әкесі маған сыпыршымен белім ауырады. Әкелші тегі бір ай. Осы істеп. Анасы бұл. Сен бұл жап жүргенде болып қойдың уже. Мен сияқты болмайсың ба? Ана тез қимылдайды бірақ. Әкесі болса, жай бір рахат болып жүреді. Бір кетші бар. Тұр қызына ішке жатшы. Сен термете беріп, аяғын қойып. Ей, тұр. Қанша келді. Шулап кеттіңдер, ей. Қой менде жатайын, жолмен қасты. Сағат қанша болып қал? Таң атайын деп қап берейін қойшы.